Жұмыс барысында біз калий дихроматының ерітіндісін дайындау үшін калий дихроматының 1,149 граммын өлшеп алатын боламыз. Келесі біз ары қарай калий перманганатының ерітіндісін дайындаймыз. Ол үшін біз калий перманганатының 0,179 яғни граммын алу қажетпіз. Біз ерітінді дайындайтын боламыз. Калий дихроматы және де калий перманганатына берілген белгіге дейін біз дистилленген суды құятын боламыз. Біз ерітіндімізді дайындап алдық. Бұл бізде бірінші калий перманганаты, ал екіншісі бізде калий дихроматы болады. Енді осы ерітінділерімізді біз 5 колбаға бөлетін боламыз. Осы 5 колбада бізде 5 түрлі концентрация алынатын болады. Бірінші колбаға біз калий дихроматын 1 мл қойса, 2-ге 2 мл, үшінші колбаға біз 3 мл, төртінші колбаға 4 мл, бесінші колбаға 5 мл қойып, олардың яғни белгілі бір белгісіне дейін дистилленген сумен толтыратын боламыз. Ары қарай бізде яғни концентрациялар әртүрлі ерітінділер пайда болады. Барысында спектрофотометр құрылғысымен жұмыс жасалады. Құрылғыны алдын ала 20 минут алдын қыздырып дайындап қоямыз. Келесі құрылғының бізде программасы UV Professional деп аталады. Сол бойынша бірінші фотометрия батырмасын басамыз. Бізге керегі калий перманганатын жұтылу аймағы 580 нанометрді құрағандықтан 580 деп енгіземіз. Бізде мұнда 580 нанометр бар екен білеміз, және құрылғымен жұмыс жасап бастамас бұрын құрылғыны 0-ге келтіреміз. Ол үшін біз оң жақ батырманы басып, сет-бланк батырмасын басамыз. Сол кезде бізде аппарат жұмыс істеу арқылы 0-ге келеді. Енді келесінде бізде кюветаларды дайындаймыз. Яғни кюветаны дайындау үшін алдында бізде кюветаның екі жағы болады, мөлдір жағы және мөлдір емес жағы. Біз мөлдір емес жағын ұстап, бірінші міндетті түрде дистилленген сумен жуып алу керек кюветаны. Концентрациясы көп ерітіндіден бастап кюветаға толтыруды бастаймыз. Одан бұрын бізде міндетті түрде кюветамызды тексеретін ерітіндімізбен міндетті түрде бір рет шайып алуымыз қажет. Бізде міне кюветамыз толды. Енді осының мөлдір жағына қарай біз ұяшықтарға орнатамыз. Және солай қалған барлық ерітінділермен жалғастырамыз. Біз ерітінділерімізді концентрациясы бойынша салдық. Енді бізде старт-тест батырмасы арқылы өлшеуді жалғастырамыз. Яғни бізде бірінші ол 5 мл ерітінді болғандықтан 5 деген номер берейік. Ендігіде біз калий перманганатын 380 нанометр аймақта өлшейтін боламыз. Ол үшін бізде фотометр басып, окей батырмасын басамыз. Яғни бізде сет-бланк жасау үшін, 0-ге келтіру үшін алғашында ауаны өткізу арқылы жасаймыз. Және сет-бланк батырмасын басып 0-ге келтіреміз. Одан кейін қайтадан біздің ерітіндімізді салып, мөлдір бетімен старт-тест батырмасын басамыз. Сол арқылы біз 380 нанометр аймақта өлшейтін боламыз. Хром ерітіндісімен дәл осылай жасаймыз. Хром ерітіндісін 380 нанометр аймақта өлшеп есептеп аламыз.
хром ерітіндісін 380 нанометрде өлшеу үшін қайтадан біз фотометр жаңа бет ашып, сол бойынша бізде қайтадан сет бланк, яғни 0-ге дейін келтіреміз. Бірінші. Екінші, бізде қайтадан осы ерітіндімізді өлшеп бастаймыз. Алынған мәліметтер бойынша кестелерге қарап, оларды жазып алып, Excel программасы арқылы оның графигін тұрғызамыз. Енді көріп тұрғандарыңыздай, біз Excel'де осы алынған мәліметтерді кесте бойынша жазып шығамыз. Тұрғандарыңыздай, жазылған біздің мәліметтеріміз бойынша үштік график тұрғызылды. Ол бойынша әрқайсысы есептелініп, концентрация анықталды. Бізде мұнда белгісіз ерітінді бойынша 3,5 және 1,5 мл болғаны анықталды.